Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі тез жасалатын осындай пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйдегі бар азық-түліктен жасалады. Бізге керегі 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттің қанша грамм екенін описанияда жазып кетемін. Жақсылап араластырып болған соң, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып араластырамыз. Араластырып болған соң, илектен өткіземіз ұнымызды. Сосын 1 қасық разрыхлителімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын песочный тесто болу керек. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, 30 минутқа пакетке салып, холодильникке қоямыз. Содан соң алдын ала пешімізді қосып, қыздырып, осындай формамызды дайындап аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Үлкенін формамызға қолымызбен жайып шығамыз. Қолымызбен жайып болған соң, мен варенье қолдандым, өріктің. Сіздер тосап қолдансаңыздар болады. Қою міндетті түрде, сұйық қолдануға болмайды, онда ақып кетуі мүмкін. Екінші кішкентай қамырымызды қолымызбен үгітіп, жайғастырып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, әдемі болып пісті. Әсемдік үшін сахарный пудраны сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, оңай әрі тез. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видеоны өткізіп алғаныңыз үшін. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Сіздермен болған Гүлмира.